Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен доктор Айда Мұхтарова өте маңызды және қызықты тақырып угри беттегі бөртпелер туралы әңгіме айтатын боламыз. Угрилы бөртпелер және акне ол тері ауруларының ішіндегі ең жиі таралғандарының бірі. Әсіресе жасөспірімдерде көп кездеседі. Жасөспірім кезінде пайда болатын акне көбінесе уақыт өте келе гормондар дисбалансы дұрысталғаннан кейін ол қалыпқа келеді. Ал үлкен жастағы акне көп жағдайда келесі себептерден пайда болады. Ең бірінші себебі ол инсулинорезистентность. Инсулин гормоны организмдегі тестостерон гормонының үлкеюіне алып келеді. Бұл жағдайда бізде терідегі майлардың көбеюі болады. Терідегі майлар көбейген кезде тері бездерінің физикалық химиялық құрамы өзгеріп, біздегі тері протоктарының бітелуіне алып келеді. Екінші себебі ол асқазан ішек жолдарының және детоксикацияның бұзылысы. Әсіресе асқазан ішек жолдарындағы бауырдың, ұйқы безінің жұмысы нашарлаған кезде, ішектердің қабынуы кезінде, аутоиммунды аурулар кезінде болады. Көп жағдайда вульгарлы угрилар дезодорантты көп қолданатын адамдарда болады. Ол ағзадағы ең үлкен лимфа түйіндерін бітеп тастайды. Үшінші себебі ол гормондар бұзылысы. Яғни организмде эстроген гормоны және прогестерон гормонының жетіспеушілігі болған кезде біздің теріде безеулер пайда болады. Төртінші себебі ол организмдегі паразиттердің әсерінен болуы мүмкін. Яғни паразиттер организмде ұзақ уақыт өмір сүрген кезде олар өздерінің эндотоксинін бөледі. Соның әсерінен біздің организмімізде интоксикация белгілері болады. Нәтижесінде угрилар немесе акнемен көрініс табады. Бесінші себебі ол витамин D-ның жетіспеушілігінің әсерінен болады. Көптеген ғалымдардың зерттеуі бойынша витамин D жетіспеушілігі кезінде экзема, терідегі бөртпелер, терідегі акнелердің пайда болуы анықталған. Алтыншы себебі ол біздің күнделікті рационымыздағы пайдалы майлардың жетіспеушілігі. Пайдалы майлардың негізгі көзі ол морепродуктыларда және балықтарда болады. Әсіресе бізде полиненасыщенный майлар омега-3-те болады. Көбінесе фолликулярлы гиперкератозның пайда болуы осы полиненасыщенный жырлардың жетіспеушілігінің әсерінен болады. Ал омега-3 біздің организмімізде қабынуға қарсы әсер етеді. Жетінші себебі ол ағзаның ауыр токсиндермен улануы. Зерттеулердің нәтижесі бойынша бетінде акне безеулері бар адамдарда кадмий және қорғасын ауыр металы көп кездескен. Акне кезінде көп адамдар тек қана косметологиялық күтіммен ғана шектеліп қалады. Өкінішке орай бұл дұрыс емес. Яғни акне кезінде біз комплексті жұмыс жасау арқылы бұл проблеманы түбегейлі шеше аламыз. Менің сіздерге беретін кеңесім ағзадағы стресстің деңгейін азайту немесе оларды мүлдем болдырмау. Өйткені адам әр уақытта шаршағыш болып жүретін болса, немесе әр уақытта әлсіз болып жүретін болса, ол май бездерінің жұмысына және олардың белсенділігіне қатты әсер етеді. Одан бөлек бізде андрогендік гормондардың жұмысы нашарлайды. Ұзақ уақыттық перманентті стресс қалқанша безінің гормондардың жұмысын бұзады. Одан кейінгі менің сіздерге беретін кеңесім ұйқының режимін дұрыстауымыз керек. Яғни ұйқыны қандыруымыз керек және де ұйқының гигиенасын сақтағанымыз дұрыс. Яғни ұйқы бізде қараңғы бөлмеде әрі салқындау, яғни 21 градус пен 24 градус болатын комнатада болуы керек. Одан кейін міндетті түрде гиподинамияның алдын алуымыз керек. Яғни гиподинамия дегеніміз ол қимыл қозғалыстың аз болуы. Күніне как минимум 10 000 шаг жүруіміз керек. Егер сіздің жұмысыңыз отырып жасайтын жұмыс болатын болса, сіз бір күнде жұмыс орнында 30 рет орныңыздан тұруыңыз керек.
Одан кейін су балансын реттеу өте маңызды. Яғни күнделікті 20-30 минут сайын су ішуді әдетке айналдырыңыз. Келесі кеңесіміз ағзадағы қабыну процесін азайтып, интоксикацияны алдын алуымыз керек. Міндетті түрде жылына базовый чекап тапсырып, серологиялық диагностика жасауға кеңес беремін. Яғни серологиялық диагностика жасаған кезде ағзадағы паразиттерді көреміз. Егер сіздерден паразиттер анықталатын болса, міндетті түрде бізге инфекционисттің көмегі керек болады. Одан кейін міндетті түрде ауыз қуысына санация жасауымыз керек. Яғни жылына 2 рет стоматологтың кеңесінде болып, түскен кариестерді емдетіп, немесе қабыну процестері болса, оларды жойып, әрдайым ауыз қуысын таза ұстау өте маңызды. Поливалентті бактериофагтармен емделуге болады. Ол курс, яғни бактериофагтарды біз сырттай және іште қолданамыз. Осы угрилармен және акнелермен перспективті күресу әдісін америкалық ғалымдар ашқан. Акне кезіндегі өте маңызды диета ол рационнан міндетті түрде сүт өнімдерін және глютен өнімдерін, қант өнімдерін алып тастау. Яғни ағзада қабыну ауруын тудыратын кез келген өнімді алып тастау арқылы біз өте жақсы нәтижеге жетеміз. Ал құрметті оқырмандар, егер сіздерге видео пайдалы болған болса, міндетті түрде комментарийға сердечко белгісін қалдырыңыздар. Келесі осындай қызықты видеороликтерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде колокольчикті басып, біздің каналымызға тіркеліңіз.